Қазақстандықтардың 60%-ы АЭС салуды қолдайды. Стратегиялық зерттеулер институты әлеуметтік сауалнама нәтижесін жариялады. Бұл тыңғылықты түсіндірме жұмыстарының нәтижесі дейді олар. Бірақ жұрт жадына жетпей тұрған мәселелер де жоқ емес. Бұл туралы әріптесім Алтынбек Әмит айтып береді. Демократия институты жүргізген сауалнамаға елдің 17 өңірінен 8 мыңнан аса тұрғын қатысқан. Арасында атом саласына қарсы тараптар да әлі нақты шешім қабылдай алмай жүргендер де бар. Бұл елдің әлі де жасыл энергетиканы дұрыс түсінбеуінен дейді мамандар. Үйді аралап халық пікірін тыңдаған жандар әлі де қолдаушылар көбеюі мүмкін деген пікірде. Сауалнаманың негізгі мақсаты ол жергілікті жалпы Қазақстанның әрбір аумағындағы респонденттерді тауып, олардың пікірін білу. Ең басты құрылғы ол планшет, негізгі зерттеу әдісі ол face-to-face. Демасков халықаралық агенттігі жүргізген былтырғы сауалнамада елдің 50% ғана ураннан энергия өндіруді дұрыс деп санаған. Яғни бір жылда Бұқараның басым бөлігі тұрақты энергияға бетбұрыс жасады деген сөз. Бірақ көптің көңілін күптететін мәселелер де жетеді. Мысалы, 8 мың адамның 49%-ы атом халық денсаулығына кері әсер етеме деп қорқады. 42%-ы қоршаған ортаға алаңдайды екен. АЭС салынатын аймақтың даму процесін 15%-ы әлі де білмейді. Қалғаны радиоактивті қалдықтардың қайда кететінен хабарсыз. Реактор 8 балл землетрясения жер сілкінісіне қарсы береді. 56 метр секунд желге тұрады. Су тасқынына, тіпті самолетпен соқтығысқанда шыдайды. Қалыңдығы 1 метр бетон. Сыртқы қабығы, ішкі қабығы 8 миллиметрлік болатпен қапталған, толығымен қоршаған ортадан оқшауланған. Кез келген радиоактивті шығыс болған кезде, материалдың шығысы болған кезде осы контейнердің ішінде толығымен қалады. Не де болса Қазақстандағы АЭС-тің тағдыры 6 қазанда шешілейін деп тұр. Соңғы сауалнамада бұл мәселеде қозғалған. Сандарға сенсек, жұрттың 41%-ы өз таңдауын жасауға мүдделі, ал 17%-ы уақыт болса барамын деген. 19%-ы әлі шешім шығармапты. Мүлдем қатыспайтындардың үлесі 17% төңірегінде. Алтынбек Әмит, Әлихан Сатылған, Жібек жолы.